Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі презентация қазақ тілі мен әдебиет пәні бойынша оқыту тілі қазақ тілі емес мектептерге арналған бағдарлама негізінде дайындалды. Презентацияның тақырыбы оқу бағдарламасындағы үлкен тараудың бірі тілдік бағдарға арналады. Енді жалпы оқу бағдарламасында тілдік бағдар қалай ұсынылған? Тілдік бағдар сөз таптары мен сөйлемнің барлық түрін қамтиды. Спиральдік қағидат негізінде грамматикалық минимум ретінде ұсынылған. Ұсынылған кестеден етістік категорияларын қарастырып көрсек, мысалы 5-ші сыныпта болымды болымсыз етістік берілсе, 6-ші сыныпта етістіктің шақтарының ең жиі қолданылатыны нақ осы шақ, ауыспалы және жедел өткен шақ беріледі. 7-ші сыныпта бұрынғы өткен шақ, ауыспалы және мақсатты болжалды келер шақпен қатар қалау райы беріледі. Ал 8-ші сыныпта етістіктің шартты рай, бұйрық рай қызметін білу, ал 9-ші сыныпта өздік өзгелік ортақ ырықсыз етістердің қызметін білу берілген. Яғни етістіктің барлық категориялары жеңілден күрделіге қарай 5-ші сынып пен 9-ші сынып аралығында толықтай қамтылған. Етістіктің бұл жерде қызметін білумен қатар жазбаша, ауызша жұмыстарда орынды қолдануға басты назар аударылады. Енді грамматикалық бірліктерді коммуникативтік контекст негізінде оқыту дегеніміз не деген сұраққа жауап берілетін болсақ, грамматика белгілі бір контекст, коммуникативтік жағдаят негізінде ұсынылады. Біздің жағдайымызда оқу бағдарламасында бұл лексикалық тақырыптар аясында қарастырылатын тақырыпшалар, мәселелер, жағдаяттар. Сонымен қатар грамматиканы, ережені білуден көрі орынды қолдану, дұрыс қолдануға мән беріледі. Мәтіндердің стилі мен жанрына байланысты, коммуникативтік жағдаятқа байланысты оқушы грамматикалық бірлікті дұрыс таңдай білуі бағаланады. Сонымен бірге ауызша, жазбаша мәтін құрауда грамматикалық бірліктер мен құрылымдарды түрлендіріп қолдана білуі баса назарға алынады. Енді грамматикалық бірліктерді түсіндіру барысында нені баста назарға аламыз? Бұл мағына, форма, жұмсалуы. Яғни ең алдымен грамматикалық бірліктің категориялардың формасынан гөрі мағынасына баса мән береміз. Ал оның мағынасын ашу үшін оқушыларға мәтін немесе арнайы мәтін жағдаят ұсынамыз. Осы арқылы грамматикалық бірліктің мағынасын түсіндіреміз. Кейін формасы, жазылуы, жұмсалуы түсіндіріледі де практикалық тапсырмалар беріледі. Ал енді грамматикалық ұғымдарды бекіту, қайталауға арналған практикалық тапсырмалар түрлері әдетте қысқа орындауға, тез орындауға мүмкіндік беретіндей болып біледі. Енді олар жаттығу түрлеріне келетін болсақ, сөйлемдегі бос орынға қажет сөзді қою, жалғауларды дұрыс жалғау, орын ауысқан сөздерден сөйлем құрау, жабық тест секілді әртүрлі тапсырмалар ұсынылады. Жалпы грамматикалық бірлікті үйреткен кезде сабақ барысында белгілі бір категория ғана баса назар аударамыз. Соны жаттықтырамыз, бекітеміз және сол үйреткен нәрсемізді бағалаймыз. Одан кейінгі мәселе бұл грамматикалық бірлікті үйретуге арналған сабақ құрылымы. Презентация, продукт тәсілі. Ағылшын тілінен аударғанда presentation, practice, product. Сол себепті барынша түсінікті болу үшін бұл сөздердің орыс тілді нұсқасы қалдырылды. Жалпы сабақтың құрылымы 3 бөлімнен тұрады. Презентация, яғни түсіндіру бөлігі, практика жаттығулар бөлігі, продукт, сабақтың нәтижесі, белгілі бір жазбаша немесе ауызша тапсырма. Практика кезінде оқушылар екінші тілдің грамматикалық ерекшеліктерін қолдануға мүмкіндік беріледі. Олар жай ғана жаттығулардан тұрмайды, керісінше оқушыларға грамматикалық формалар мен құрылымдарды еркін қолдануға, белгілі бір мәтінге сай қолдануға мүмкіндік беріледі. Бұл тәсіл, бұл қатып қалған тәсіл емес, бұның орнын ауыстырып та қолдануға болады. Сабақты мысалы практикадан бастап презентация, түсіндіру бөліміне ауысып, нәтижемен аяқтауға болады, немесе белгілі бір нәтижені алып, бұл мәтін болуы мүмкін, дайын эссе, әңгіме секілді. Соны алып, сол негізінде белгілі бір грамматикалық құрылымды түсіндіріп, кейін практикаға көшуге болады. Енді осы тәсілдің кезеңдерін жеке-жеке қарастыратын болсақ, грамматиканы үйрету кезеңдері.
яғни грамматиканы оқытуға дайындау, грамматиканы түсіндіру, бұл презентация. Грамматикалық ұғымдарды белсендіру, бұл практика. Грамматикалық ұғымдарды бекіту, бұл продукт. Жалпы осы құрылымды толық сақтайтын болсақ, толық бір сабақтың қамтуға болады, толық бір 40 минуттың уақыты шығады. Грамматиканы оқытуға дайындауды кезеңін қарастырар болсақ, оқушыларға сабақ басында жағдаятын ұсынылады. Бұл жағдаят болуы мүмкін, мысалы дәріханада, немесе саяхатта, немесе мәтін осы тақырыпқа байланысты, я болмаса сурет беруге болады. Осы сурет не мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді, талқылайды, ой шақырады. Одан кейін грамматикалық бірліктерді арнайы сұрақтар ішіне қосуға болады. Мұғалім сурет не мәтін арқылы грамматикалық бірлікке құрылған мысалдарды ұсына алады. Енді тапсырма түрінде қарастырып көрелік. Мысалы, оқушыларға мынандай жағдаят ұсынылады. Суретте көріп отырғаныңыздай, бүгін бір пәтерге ұры түсті. Ол нені ұрлап кетті деп ойлайсыңдар? Ол ноутбукты ұрлап кетті, әшекейлерді алды деген жауаптарды оқушылар айтуға тырысады. Осы жағдаяттан соң мұғалім оқушыларға жедел өткен шақтың жасалуын таныстырады. Одан кейінгі слайдты қарастырып көрелік. Бұл болжалды келер шақты түсіндіруге арналған жағдаят. Ең керемет демалыс күні деп аталады. Оқушыларға саяхатқа байланысты бірнеше суреттер көрсетіліп, сұрақтар қойылады. Мысалы, теңіз жағасына, құмды жағалауға барған ұнар ма еді? Әлде Алтай тауларына шаңғы тебуге барар ма едің? Ар ержі. Одан кейін жалпы сабақтың құрылымын қарастырып көрсек. Мысалы, сабақта тәуелдік жалғау түсіндірілген болса, тәуелдік жалғауының кестесі ұсынылады. Бірінші тапсырмада оқушылар тәуелдік жалғауының бос орынға дұрыс жалғауларын қояды. Екінші тапсырмада тәуелдік жалғауын қолданып көршісіне 3 сипаттама береді. Мысалы, анардың бойы ұзын. Одан кейін үшінші тапсырмада Қазақстанға белгілі жұлдыздарға тәуелдік жалғауын қолданып жазбаша портрет жасау тапсырмасы беріледі. Енді грамматикалық ұғымдарды бекіту тапсырмаларына келетін болсақ, бұл кезеңде оқушыға ауызша не жазбаша мәтін құр тапсырмасын беруге болады. Критерий ретінде сабақта өткен грамматикалық бірлікті қолдану ұсынылады. Оқушылар мәтін құру талаптарын орынды жұмыстар орындап таныстырады. Мұғалім мәтінді бағалай отырып, берілген грамматикалық бірліктің дұрыс қолданғанын тексереді. Басқа грамматикалық бірліктерге назар аудармайды. Себебі оқушы белгілі бір грамматикалық бірлікті толық игергеннен кейін ғана барып, екінші, үшінші түрлеріне назар аудара бастайды. Енді сабақтың өнімі ретінде келесі тапсырманы қарастырып көрелік. Оқушыға келесі тақырып бойынша әңгіме жазу керек. Жағдаят. 2014 жылдан бастап 2090 жылға дейін ұйықтап қалыпсыз деп елестетіңіз. Жаңа ғана оянып, ойыңдағыларыңыздың бәріне, айналаңызға бәріне таңғалып тұрсыз. Бұрынғы мен қазіргі өмірді салыстырып, атын, етін, едік құрылымын пайдаланып, өз әңгімеңізді жазыңыз. Яғни оқушы өткен шақпен осы шақты үйлестіріп әңгіме құрастыра білуі қажет. Енді грамматикалық бірлікті бекітуге арналған тәсілдердің бірі бұл тексеру, түсіндіру, тексеру әдісі. Бұл әдісті әдетте мұғалім белгілі бір грамматикалық тақырыпты өткеннен кейін екінші, үшінші сабақтарда қолдануға болады. Алдымен сабақ басталмас бұрын мұғалім оқушылардан ашық, ауызша орындалатын жабық тест түрінде өткізе алады. Ең алдымен оқушылардан ұсынылатын грамматикалық ұғым туралы не білетіндер тексеріледі. Содан соң оқушыларға естеріне салып, ол грамматикалық ұғым қайта түсіндіріледі. Мүмкін оқушылардың өздеріне де пікірін білдіруге уақыт беруге болады. Содан соң оқушыларға практикалық тапсырмалар ұсынылады. Жазылым тапсырмалары арқылы орынды қолдана білу бағаланады. Сабақ соңында пысықтау сұрақтарын қойып қайта тексереді. Әдетте оқушылар сабақ барысында тексерген кезде ережені ұмытып қалғандарын байқатады. Белгілі бір ақпаратты қайта есіне салу керек екені байқалады. Ал сабақ соңында тексерген кезде оқушылардың тақырыпты толық игергендігін байқауға болады. Тағы бір тәсілдің бірі бұл диктогласс әдісі. Бұны кейде грамматикалық диктант деп те атайды. Бұл өзінің ұйымдастырылу жағынан мазмұндамаға өте ұқсайды, бірақ мақсаты сәл өзгеше. Ол тапсырманы ұйымдастыру үшін
тілді үйрету барысында белгілі бір грамматикалық құрылымды үйретуге арналған мәтін таңдалады. Мысалы, белгілі бір мәтін шаққа, райға немесе бір етістіктің бір категорияларына арналып құрылады. Шағын мәтін дауысша оқу арқылы жүргізіледі. Орындалу тәсілі жағынан мазмұндамаға ұқсайды. Алдымен мұғалім белгілі бір грамматикалық немесе пунктуациялық құрылымдарда кездесетін шағын мәтін дайындайды. Әдетте сөз көлемі 70-80 сөзден аспау керек. Мәтін тым көлемді болса, оқушыларға орындау қиынға соғуы мүмкін. Мұғалім мәтінді бір қалыпты темппен оқиды. Оқушылар тыңдай отырып үлгергенше қажетті ақпараттар сөздер теріп жазып отырады. Кейін оқушылар топта бірігіп, жаңағы жазып алған сөздерін пайдалана отырып, мәтінді түпнұсқа мәтінге ұқсатып қайта құрастырады. Мұғалім осы жерде ең түпнұсқа мәтінге жақын болған топтың мәтінін таңдайды, бағалайды және қандай да бір грамматикалық ұғымдарды, бірліктерді байқады ма немесе қалай қолданды деген сұрақтар аясында оқушылармен талқылай отырып, грамматикалық бірлікті қайта түсіндіріп, практикалық тапсырмалар ұйымдастырады. Енді осы слайдта грамматикалық бірліктермен қатар сіздерге, яғни пән мұғалімдеріне пайдалы болады деген 2 сілтеме ұсынамын. Бірінші ол story.edu.kz сайты. Осы жерде жаңартылған бағдарлама аясында әдістемелік құралдарға тапсырыс беруге болады. Ал екінші сілтеме ол smk.edu.kz сайты. Бұл жерде сабақ үлгілерін тегін алуға болады. Енді көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.